Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Астана мәдениет пен өнер ордасы бөліміндегі елорда, диалект сөздер, кәсіби сөздер тақырыбы. Оқу мақсаты: мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру. Көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, неологизм, термин, диалект сөз, кәсіби сөз, табу сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу. Бағалау критерийлеріне мән береміз. Мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастырасыздар. Диалект және кәсіби сөздердің қолданыс аясын түсінесіздер. Диалект және кәсіби сөздерді ажырата білесіздер. Енді мәтінге мән беріп мұқият тыңдап аламыз. Елорда. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Астананың 10 жылдық мерейтойына арналған сөзінде, осында ежелгі Сарыарқа жерінде тек Астана емес, еліміздің болашақ бесігі өмірге келді. Астана тарихы мен қазақстандықтардың тағдыры бір-бірінен ажырағысыз. Елорда біздің республикамыздың күш-қуатының іске асуының, динамикалық дамуының және тұрақтылығының көрінісі. Астана барша қазақстандықтарды біріктіретін және алға қарай қадам басқан жарқын, қуатты, гүлденген қалаға айналды. Біздің елордамыз отанымыздың жүрегі, халықтың өз күшіне сенімі мен ұлы тағдыр талайының символы болып табылады. Бүгінде Астанада Қазақстанның барлық өңіріндегі сияқты 100-ден астам ұлт өкілдері өмір сүреді. Халықтар достығы, өзара түсіністік және ынтымақтастық Астананы және жаңа Қазақстанды құрудың негізі міне осылар деп айтқан еді. Елбасының осы сөздері бізге қуат береді. Енді қазақ тілінің ережесіне мән береміз. Бүгінгі сабақта сіздер диалект сөздер және кәсіби сөздермен танысасыздар. Диалект сөздер деген не? Белгілі бір аймақ шеңберінде тұратын жергілікті халық тілінде ғана кездесетін сөздерді диалект сөздер деп атайды. Мысалы, Қазақстанның бір өңірінде жұмыртқа деп аталса, оны келесі бір өңірде тұқым деп атайды екен. Ожауды ожау деп атайды, келесі бір өңірде шөміш деп атайды. Пісте, шемішке, немесе кейбір өңірлерде шекілдеуік деп те атайды. Сым бір өңірде шалбар деп аталады. Мінекей осындай сөздерді диалект сөздер деп атайды екен. Кәсіби сөздер дегеніміз не? Кәсіби сөздер дегеніміз белгілі бір кәсіп не шаруашылық түріне қатысты қолданылатын сөздер. Мысалы, мақташы өзінің кәсібінде қоза, шиет, терім сөздерін жиі қолданады. Ал зергер алтын, ою-өрнек сөздерін көбірек қолданады. Тігінші тігу, бүрме, көктеу немесе оймақ, ине сияқты сөздерді көбірек қолданады. Яғни, әр кәсіп иесі өзінің кәсібіндегі жиі қолданылатын сөздерді кәсіби сөздер деп атайды екен. Енді бірінші тапсырмаға кезек берейік. Концептуалдық кесте әдісі бойынша мәтінге сүйене отырып, сіздер төмендегі кестені толтырасыздар. Толтыру кезінде дескрипторды ескереміз. Дескриптор мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты табады, көтерілген мәселені анықтайды, нақтылау сұрақтарын құрастырады. Яғни, сабағымыздың басында болған мәтіндегі негізгі ақпаратты, қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені және мәтін бойынша нақтылау сұрақтарын жазыңыздар. Жақсы, енді өзіміздің жауабымызды тексеріп көреміз. Мәтіндегі негізгі ақпарат. Сарыарқа жерінде жаңа елордамыз дүниеге келді. Астана барша қазақстандықтарды біріктіретін және алға қарай қадам басқан жарқын, қуатты, гүлденген қалаға айналды. Қосымша ақпарат. Астанада 100-ден астам ұлт өкілдері өмір сүреді. Астана тарихы мен қазақстандықтардың тағдыры бір-бірінен ажырағысыз. Ұлттар достығы мен ынтымақтастығы Қазақстанды құрудың негізі. Мәтіндегі көтерілген мәселе.
Тәуелсіздігімізді алғаннан кейінгі тарихымыздағы тұңғыш президентіміздің бастауымен жаңа астананың бой көтергенін білу, құрметтеу, ұлт өкілдерінің ынтымағын, достығын сақтау. Нақтылау сұрақтары. Бірінші сұрақ. Елорданың халық өміріндегі алатын орны қандай? Екінші сұрақ. Ұлттар достығының елорданы дамытудағы рөлі қандай? Үшінші сұрақ. Мәтіндегі символ сөзі нені білдіреді? Жақсы. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма. Ішіне сыртына әдісі арқылы диалект сөздер мен кәсіби сөздерді кестеге орналастырыңыз. Дескриптор. Диалект сөз кәсіби сөздердің қолданыс аясын түсінеді. Диалект сөз бен кәсіби сөздерді ажыратып жазады. Сіздерге берілген сөздер: шалбар, шиет, тұқым, қоза, торлама, жейде, астау, терімші, шербек, бәдірен, тегеш, ожау, пісте, пәс, нән, дүмбіл, жуа, атыз, жүйек, науа. Осы сөздерді диалект және кәсіби сөздер қатарына бөліп жазыңыздар. Жақсы, енді өзіміздің жауабымызды тексеріп көреміз. Диалект сөздер: шалбар, тұқым, жейде, астау, бәдірен, тегеш, ожау, пісте, пәс, нән, жуа, науа. Кәсіби сөздер: шиет, қоза, торлама, терімші, шербек, дүмбіл, атыз, жүйек. Үшінші тапсырма. 5 жолдық өлең әдісі арқылы елорданы сипаттап жазу. Сіздердің алдарыңызда елордамыз Нұр-Сұлтан қаласының көрікті жерлерінен суреттер берілген. Осы суреттерге қарай отырып, ойымызды жинақтап, 5 жолдық өлеңде қаланы сипаттап жазуға тырысайық. Қаланың көрікті жерлері бойынша ойларыңызды жинақтап жазуға дайындалыңыздар. Жақсы. Бұл тапсырманың дескрипторы суреттегі ақпаратты түсінеді, ақпаратқа сәйкес елорданы сипаттап жазады. Енді өзіміздің жауабымызды салыстырамыз. Зат есім елорда, сын есім көркем, сұлу, етістік көз тартады, жайнап тұр, 4 сөзден тұратын сөйлем елордамыз жыл сайын көркеюде, синоним Астана немесе бас қала. Жақсы. Енді оқу тапсырмасына кезек береміз. Оқу тапсырмасы. Төмендегі сілтеме арқылы мәтіннің толық нұсқасымен танысып, негізгі және қосымша ақпараттарды жазасыздар. Мәтіннің бастапқы бөлігі. Астана заманауи сәулеткерліктің, қазіргі архитектураның мүмкіндіктері толық көрініс тапқан қала. Кең байтақ қазақ даласының нақ ортасында ғаламат ғимараттары бар қайталанбас әсем шаһар бой көтерді. Қала құрылысында ең озық технологиялар мен 21 ғасырдың қала салу өнерінің инновациялық әдістері қолданылуда. Қазақстанның қазіргі елордасына батыс пен шығыстың мәдени дәстүрлерін жарасымды тоғыстырған сәулеткерлік стиль тән. Әлемнің әйгілі сәулеткерлері мұнда өздерінің үздік жобаларын іске асырды. Мәтіннің жалғасын, толық нұсқасын төмендегі сілтеме арқылы кіріп оқып, сіздер осы мәтін бойынша негізгі және қосымша ақпараттарды жазасыздар. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.